Енді осы оюды қайтадан бастап тігеміз. Алдындағы үлкен ою сияқты дәл солай тігіледі. 5 бисер, 1 кристалл ронделі, 1 пайетка. 4-ші бисердің жанынан шығасыз, ронделидің жанынан. Сосын қайтадан фетрдің шетіне барасыз. Осылай бәрін біркелкі қылып, арақашықтықтар бірдей қылып тіге бастасаңыз, өзі әдемі болып өріліп шығады. Өрім сияқты болдырып. Осылай бірте-бірте тіге бересіз ары қарай. Я болмаса көз өлшеміңіз өзіңіз ыңғайсыз десеңіз, вот стразный лентаны көріп тұрсыз, соның бір стразный лента или 2,5 стразный лента арасын қашық қалдырып қойып отырып істесеңіз, сол кезде оларда бір өлшем сияқты сізге көмектеседі бастапқы уақытта. Артына кейін өз көз өлшеміңізбен тіге беретін боласыз. Барынша жібіңізді тартып, нық орнатып, тіккеніңіз жақсы ертең салбырап кетпес үшін. Міне осындай қылдырып, айналдырып тігіп шығасыз. Ою
оюды тігіп болдық. Енді артын бір клеймен артын закреплять етіп кетеміз. Клейді алып, манағы түйген жіптеріміз бар ғой, соларды мен клеймен жағып кетем. Өйткені түйілген жібіңіз шығып кетсе, ою моншақтар шашылып кетеді. Сондықтан клеймен жабыстырып шығам. Қатты қиын емес, оны бір 2-3 минут уақыт алады. Солай, бірақ өзіңіз зато сенімді боласыз, оюыңыз шашырап кетпейтінін. Түйіндегенде де бірақ нақты түйіндейсіз, бірақ сонда да для страховки. Міне енді көрсеңіз, пяльцадан снимать етіп жатырмын. Осыны снимать етіп, енді қиямыз. Кәдімгі қайшымен жібіңізді абайлап, қиып алып, міне любой матаға өстіп көктеп тігесіз. Міне белдік қылдырып көктеп тігуге дайындап қойып жатырмын. Бірақ енді клиенттің заказы бұл. Өздері тігіп алады, бірақ мен өзімде мысалға сөйтіп кейбір кезде тіге саламын. Көріп тұрғандарыңыздай сеткіден кесіп алдым. Соны артын тек қана жіппен тігіп шығасыз, болды. Я болмаса горячий клеймен жабыстыра қоясыз. Міне осындай әдемі белдік шығады. Қарағандарыңызға рахмет.